Қайырлы күн әріптестер, тағы да сіздермен әдеттегідей 6 сыныптың жаһандық құзыреттіліктер курсынан неліктен адам табиғатқа немқұрайлы қарайды, жануарларға мейірімді қарау деген тақырыптағы презентациямен таныстырмақшымын. Лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдап тарата отырыңыз, каналға жазыла кетіңіз. Сабақтың мақсаты адамның табиғатқа деген қатынасына баға беру, жануарларға жанашырлық пен жауапкершілік сезімін тәрбиелеу. Ынтымақтастық атмосферасын орнату. Біз бәріміз табиғаттың бір бөлшегіміз. Бірге табиғатқа қандай жақсы тілектер айта аламыз деп, оқушылардың әрқайсысынан жеке-жеке тілектерін сұрап шығасыз. Кейбір оқушылар қайталайды, кейбіреуі жасыл, мәңгі жасыл бол, гүлдене бер, қурама, бізге қызмет ет деп анау-мынау жақсы тілектерін айтып шығады. Жер беті көктен түрлі өсімдіктерге байысын, жануарлар байысын деп өздерінің түсініктерін айтып шығады ойларындағы. Одан кейін адамның табиғатқа немқұрайлы қарауының себептері деген ақпаратты оқытасыз. Табиғатты тек пайдалану көзі деп қарау, тез пайда табуға ұмтылу, өндіріс орындарының экологияға зиян келтіруі, білімнің, мәдениеттің жеткіліксіздігі. Нақты мысалдар қарастырайық. Жердің тозуы, пайдалы қазбаларды шектен тыс алу нәтижесінде топырақ жұқарады, шөлейттену үдейді. Ағаштардың кесіліп, ормандардың азаюы, жануарлар мекендейтін орындардың жойылуы, мұхиттардағы пластик қалдықтары су жануарларының өліміне әкеледі. Браконьерлік жануарлардың сиреп кетуі, мысалы, жолбарыс, ақ аюлар санының азаюы. Жануарларға мейірімді қарау деген не? Аш, жалаңаш жануарларға көмектесу, жануарларға зәбір көрсетпеу, табиғи ортаны қорғау арқылы жануарлардың өмір сүруіне жағдай жасау. Жағдаяттық оқиғаны талдатасыз. Жағдаяттық оқиға. Бір күні Айша мен Әлібек орманда серуендеп жүріп, бір жараланған қоянды көрді. Қоянның аяғы сынған екен. Айша оны қолына алып, жараланған екен, көмектесуіміз керек деді. Бірақ Әлібек, бізге керек емес қой, тастап кетейік, табиғат өзі реттейді деді. Айша не істеу керек екенін ойланып тұрды. Талдау сұрақтары. Егер сен Айшаның орнында болсаң, не істер едің? Әлібектің әрекеті дұрыс па? Кешіріңіз. Неліктен? Табиғаттағы әрбір тірі жанның маңызы қандай? Міне осы сұрақтар төңірегінде жағдаяттық оқиғаға байланысты оқушылармен пікір алмасасыз. Одан кейін мынандай 3 сұрақ бойынша топтық жұмыс бересіз. Топты 1, 2, 3 деп балаларға кезек-кезек санатып, бірінші реттік нөмірге ие болғандар, екінші реттік нөмірге ие болғандар, үшінші нөмірге ие болғандар деп 3 топқа бөлесіз. Одан кейін тақтада мынандай сұрақтар жазылады, интерактивті тақтада. Әр топ өз ойларын ортаға салады. Бірінші сұрақ: табиғатқа зиян келтірмеу үшін адам не істеуі керек? Екінші сұрақ: жануарларға қамқорлықты қалай көрсетеміз? Үшінші сұрақ: табиғат пен жануарларды қорғаудың қандай тәсілдерін білесің? Осы 3 сұрақ бойынша әр топ өздерінің түсініктерін қысқаша айтады. Одан кейін сіз әдеттегідей оқушылардың жауабын тыңдап алғаннан кейін 3 топқа қосымша ақпаратты 3 топтың бір-бір оқушысына оқытасыз. Міне мынау қосымша ақпараттар. Бірінші сұраққа арналған қосымша ақпарат. Табиғатқа зиян келтірмеу үшін адам не істеуі керек? Қоқысты арнайы орындарға тастау, табиғатты ластамау, ағаштарды орынсыз кеспеу, жасыл желектерді қорғау, су, ауа, топырақты ластамау үшін зиянды заттарды пайдалануды азайту, энергияны үнемдеу, мысалы су мен электр жарығын босқа жұмсамау.
Табиғатты қорғау акцияларына қатысу, ағаш отырғызу, тазалық шаралары. Келесі топтың оқушысына оқытасыз. Екінші сұрақтың қосымша ақпаратын толықтыруға арналған ақпараттар. Жануарларға қамқорлықты қалай көрсетеміз? Ауыр жарақат алған жануарларды көрсең, арнайы көмек көрсету, немесе мамандарға хабарлау. Үй жануарларына дұрыс күтім жасау, қорек, су, жылы орын беру. Жабайы жануарлардың мекендеу ортасына зиян келтірмеу. Орманды, көлдерді таза ұстау. Жануарларға зәбір көрсетпеу. Оларды қорғау туралы өзгелерге де түсіндіру. Қыста құстар мен жабайы жануарларға азық қалдыру. Келесі ақпараты үшінші топтың оқушыларына оқытасыз. Яғни үшінші сұрақтың қосымша толықтыру ақпараты бұл. Табиғат пен жануарларды қорғаудың қандай тәсілдерін білесің? Қорықтар мен ұлттық саябақтарды құру және қорғау. Браконьерлікке қарсы күресу. Заңдарды сақтау, экологиялық білім беру және насихаттау, табиғатқа деген жауапкершілікті арттыру, қайта өңдеу, рециклинг жұмыстарын қолдау, қағаз, пластик шыныны қайта пайдалану, ағаш отырғызу және жасыл аймақтарды көбейту. Одан кейін оқушыларға рахмет айтасыз да қысқаша мына бейнебаянды тыңдатасыз. Өзгеруі, яғни адам және табиғат. Адам мен табиғат бір-бірімен етене жақын. Адам үшін табиғат тіршілік орны және рухани және материалдық қажеттілігін қанағаттандыратын бірден бір нысан. Уақыт өте келе адамның тұтынатын заттары жердің бетіндегі өсімдіктерден басталған. Жаңа пайда болған адамдар жердің бетіндегі өсімдіктердің және жануарлардың бірнеше түрлерін өз керегіне жаратқан. Одан кейін жердің құнарлы қабатына өз қолымен өсімдіктерді егуді, қоламен темір өндіруді үйренеді. Адам қоршаған ортаға бейімделіп қана қоймай, оны өзгертті. Адамның шаруашылық әрекеті табиғаттың өзгеруіне әсер ететін ерекше фактор. Сендер білесіңдер, табиғаттың барлық құрамдас бөліктері бір-бірімен тығыз байланысты. Олардың ішіндегі біреуінің өзгеруі бәрінің өзгеруіне әсер етеді. Сондықтан адам табиғатты өзгертер алдында өзгертудің соңы неге апаратынын алдын ала көре білуі қажет. Қажет болған жағдайда алдын алуымыз міндетті. Бір ғасырдан астам уақыт бұрын Фридрих Энгельс былай деді: табиғатты жеңіп, өзгерткеніміз үшін қатты қуанбайық. Біздің осындай әр жеңісіміз үшін табиғат алдында жауап береріміз хақ деген. Бұл сөздер біздің уақытымызда да күшін жоғалтқан жоқ. Ғылым мен техниканың дамуына байланысты көптеген жаңалықтарға қол жеткізіп қана қоймай, қателіктерге де бой алдырып жатырмыз. Себебі қарапайым топырақты тыңайту барысында себілген химиялық тыңайтқыштардың тек қана топырақ бетінде жатып қана қоймай, жаңбыр суымен ағып өзен арналарын ластайтынын есепке алмай жатамыз. Бұл дегеніміз істелген еңбектің зая кеткенімен қатар, судағы тіршілік иелерінің жаппай улануына, ауыз су жолдарының ластануына әкеліп соғады. Су қоймалары дегеніміз бұл адамның қолдан тоқтатып жасаған су бөгендері. Мұндай су қоймаларын жасаудың пайдасы мен зияны да қатар жүреді. Зиянды жағы грунт суларының деңгейінің өзгеруі, батпақты аймақтардың көбеюі, құнарлы қабаттың өзгеруі, өсімдіктердің жойылуы және де жергілікті жердің микроклиматының өзгеруі. Адамның қолдан осындай кешендерді көбейтуі жабайы жануарлардың тіршілік ортасының аумағын тарылтады. Адам әрекетімен табиғаттың тұрақтылығын сақтау үшін үнемі жұмыстар жүргізіліп тұруы қажет. Мысалы, ормандардың ауқымын кеңейту, табиғи парктер мен қорықтар ұйымдастыру. Адам әрекеті үнемі табиғатқа кері әсерін тигізеді. Сондықтан
үнемі экологиялық проблемалар туындайды. Ғаламдық экологиялық проблема бұл бүкіл ғаламшарды қамтитын проблема. Бұған жеке тоқталып кетейік. Бірінші, ғаламдық проблема. Жердегі минералдық қазба байлықтардың сарқылуы. Адамзат сарқылғанына қарамастан минералдық заттарды тұтынуды жылдан жылға арттырып келеді. Келесі ғаламдық проблема жердегі судың ластануы. Жыл сайын су бассейндеріне мыңдаған химиялық элементтер түседі. Жыл сайын мұхиттар мен теңіздерге тасымалдау барысында миллиардтаған тонна мұнай төгіледі. Сондай-ақ тұрмыстық қалдықтар бұл да бір ғаламдық проблемалардың біріне айналды. Әр адам жылына 1 тоннаға жуық қоқыс шығарады. Қала сыртындағы қоқыстың көлемінің артуы төгілген орынның табиғатын күрт өзгертеді. Табиғатқа ең күшті әсер етушілердің бірі әртүрлі бағыттағы жұмыс атқаратын өнеркәсіп түрлері. Өнеркәсіптер өз жұмысында көптеген табиғи ресурстарды қажет етеді және өзінен қатты, сұйық, газ түріндегі қалдықтарды шығарады да қоршаған ортаны ластайды. Осы қалдықтардың ішінде ауқымдысы ауаға бөлінетін газ қалдықтары. Осы газдардан және түтіннен смог түзіледі. Смог дегеніміз қою газдан құралған тұман. Еліміздегі бүкіл жүк тасымалын түрлі көлік құралдарының көмегімен тасымалдау жүзеге асырылады. Әрине тасымалдаушы көлікке жанармай керек, яғни бензин, солярка, керосин және тағы да басқалары. Бұл жанармайлар жану барысында бөлінген газдар ауаға тарап ауаның ластануына өз үлесін қосады. Табиғат шекарасының тарылуына үнемі адам санымен бірге өсіп келе жатқан қалалар да әсер етуде. Қаладағы көлік қозғалысының көбеюіне орай тас жолдардың ауқымы да бірге ұлғайып келеді. Сондай-ақ жер бетіндегі ормандардың өртенуі де көбіне адам әрекетінен болады. Біздің планетамыз, біздің үйіміз. Міне осылайша осы бейнебаянды көрсетіп аласыздар. Балаларға тақырып түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Бұл тақырып сендерге бұрыннан да таныс. Бар білімімізді толықтырдық. Енді балалар сабақтан алған білімімізді тексеретін уақытқа да келіппіз дейсіз де. Көз арқылы көзсіз құрылған 10 сұрақтан тұратын тесттік интерактивті кері байланыс беру, яғни тапсырмасын орындатасыз. Міне осылайша балалардың білімін тексеріп аласыздар. Сонымен балалар, неліктен адам табиғатқа немқұрайлы қарайды деген сұрақтың жауабын алдық. Табиғатқа немқұрайлы қарамауымыз керек екен.
табиғаттың бізде бір бөлшегі болғандықтан табиғатқа жасаған қиянатымыз ертеңгі күні өзіміздің өмірімізге қауіпті екен, яғни денсаулығымызға әсер етеді екен, тек қана жануарлар мен өсімдіктерге ғана емес екен. Сондықтан табиғатты қорғай білуіміз керек. Таза болса табиғат, аман болар адамзат деп сабақты аяқтап, оқушыларды келесі сабаққа шығарып саласыз. Келесі кездескенше таратта отырыңыз.